Баршаңызға сәлем. Әрі жеңіл, әрі дәмді салатпен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма кіріп, подписация батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Бізге керекті шұжық, қызанақ және ірімшік керек болады. Одан кейін піскен жұмыртқа 3 штук және де қияр керек. Одан кейін майонез, дәміне қарай тұз қажет болады. Ең алдымен шұжығымызды тураймыз. Видеодағыдай 4 бұрышты ғып кесіп аламыз. Шұжығымызды таза ыдысымызға салып, келесі ірімшігімізді видеодағыдай турап 4 бұрышты ғып кесіп алатын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жеңіл салат. Келесі ірімшігімізді шұжықтың үстіне салып, піскен жұмыртқаның дәл ортасынан бөліп, 4 бұрышты ғып турап аламыз. Келесі қызанағымызды тураймыз. Видеодағыдай артық заттарды алып тастаймыз. 4 бұрышты ғып турап аламыз. Қызанағымызды осы жұмыртқаның үстіне салатын боламыз. Келесі қиярымыздың дәл екі шетінен алып тастаймыз. Одан кейін жанынан кесіп 4 бұрышты ұсақтап турап алатын боламыз. Әркім әрқалай турайды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен осылай турайтын боламын. Қиярымызды турап болдым. Келесі осы қызанақтың үстіне салып, дәміне қарай тұз қосамын 1 шай қасық мөлшермен. Одан кейін майонез қосамын. Майонездің орнына 20% сметана қолдансаңыздар болады. Майонезбен де өте дәмді болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен салатымыз дайын болды. Келесі таза ыдысымызға, тарелкемізге салып, дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Мінекей салатымыз дайын болды. Әрі жеңіл, әрі дәмді салат, әрі тез жасалынады. 5 минут уақыттарыңызды алады. Егер де видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып, видеоның астында комментарийға сұрақтарыңыз болса жауап беретін боламын. Және де подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Поделиться батырмасын басып, достарыңызға таратыңыздар. Назарларыңызға рахмет.